Руслан. Руслан, тұр. Тұр, жұмысқа кешігесің. Сәл жата тұрайықшы. Руслан, жұмысыңнан кешігесің деймін, ей? Егая жаққа қарап итеріп тастағасын? Ойла, итеріп тастады деген нес? Өзің ғой сөйтіп жатып алатын. Әдетің ғой. Итеріп тастадың деген нес? Сағат қанша болды? 8 болды сағат. Бағанан бері тұрғызбайсың ба? Әй, тұрғызып жатырмыз ғой, өзің отырмай жатқан. Нема, шай қойсам үлгіресің ба? Ет асық қойсай? Асықпай, ет жеп шағай. Кешегі тамақ бар, онда жылыта салайын. Конечно, үлгірмеймін. Шай қойсам үлгірмейсің, әдік қояды ғой өзі. Енді ұйықтап қалған өзің ғой? Мен де ұйықтап қалған екенмін. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Қайда? Қай кетіп батсың? Жұмысқа. Қандай жұмыс? Кімге кеп тұрсың? Осы жердің басшысы Дамир Бисеновичке кеп тұрмын. Стажерсің ба? Фамилияңды айтшы. Жас қой өнерге. Қайда стажер? Білікті маман, қызыл дипломым бар. Ой. Қызыл дипломың бар ма не сен? Е. Мен де қызыл дипломым бар ғой. Тұрсың қызы мен. Қашшы, қызыл дипломның ішерге бармайсың. Ақша жетіп бәрін. Бауырым, битші. Дамир Бисеновичтің кабинетін көрсетіп жіберші маған. Кім? Майдина. Ағаңа бастықтың кабинетін көрсетіп жіберші. Фамилияңызды айтсаңызшы. Нұрманов. Кім? Нұрманов. Так, Құмар ма есіміз? Жоқ. Руслан ғой? Иә. Аха. Так, не болып жатыр? Жана. Ассалаумағалейкум. Сіз приемныйға өте беріңіз, е? Жарайды. Шеф күтіп отыр. Құмар келді ма? Ол білетін бет? Негізі айтылған оған. Кәсен бұла битші. Құмар келсе охранниктен өткізіп жібер, жарай ма? Прямой кабинетке келсін. Тұрып қалмасын тағы да. Жарайды. Жанна. Әдемі болып кетсің. Қойыңызшы. Қоя алмайды екен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Таныспайық. Руслан. Әмір. Қуаныштым. Кабинет күшті екен, Күшті екен. Сен де жұмысқа келдің бе? Иә. Онлайн арқылы резюме тастағым ғой. Сен жұмысқа шақырды. Балалық арманымның бүгін бірінші күні. Мен де жұмысқа келіп отырмын бүгін. Бірінші күн. Коллега екеуміз ғой, қуаныштым. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Так. Үшіншісі қайда?
Енді келеді. 10 минут өтті ғой. Не болды, жұмысқа кіріп кетеді, уверен міне. Жарайды. Біздің компаниямен танысыңыздар осы сайтта. Иә. Да, кір. Кешіріңіз, Дамир Бейсенович, 3-ші стажер келіп тұр, кіре берсін ба? Кірсін. Мұнда өтіңіз. Сауар. Сізге кім отырды? Торлана галстугы. Өзі не киіп алғанда білмейді ғой мынау. Отыр. Жігіттер былай. Бұл кісі Мерей Қабылов. Сіздердің старшыларыңыз болады. Қуаныштымыз. Сіздер стажер болып баратын бөлімнің басшысы осы кісі. Не істеу керек, не қою керек, барлығын осы кісі түсіндіреді. Тағы да айта кететін бір мәселе, үшеулеріңіздің біреулеріңіз ғана жұмысқа қабылданасыздар. Түсінікті ғой? Олай болса іске кірісіңіздер. Сұрақтарыңыз болмаса. Кешіресіз. Менде сұрағым бар. Иә. Онлайн арқылы резюме тастаған кезде стажер деген әңгіме болған жоқ еді. Негізі мен бүгін жұмысқа кірем деп келген ғой ауылда. Жақта, сен ойын сонда жұмысқа бірден кіру ма? Айналайын, бұл ана-мынау қалтын-сылтын компания емес, түсіндің ба? Естіп отырсың ба деймін? Кез келген жерде бірінші стажировка, потом жұмыс. Деп атқам ғой енді, таке. Так, түсінікті болса жұмысқа кірсіңіздер. Мерей, сен қалшы. Ау, даке. Анау мен екі туып бір ғана адам ұстап жүр ғой еркелеп. Түсіндір анаған. Болды, даке, уайымдамасаңшы, бәрі чик болып, окей болып. Давай жұмысқа кірсіңдер. Болды. Қазір. Сәлеметсің бе, сіңілім? Сәлеметсіз бе? Кіріңіз. Иә. Не болды? Ештеңе? Аренданың ақшасын айтам. Күйеуім жұмысқа кеткен, бір компанияға кірген еді. Қандай компанияға кіріпті соншалықты? Белгілі бір компания дейді, әйтеуір әлемдік стандартқа сай деді ма, сондай бір нәрсе деді әйтеуір. Осы сендер қашан қоясыңдар өтірік айтқанда? Өлі әпке өтірік айтқан нес? Айналайын, мен неше түрлі алаяқты білем. Әпке сәл жай сөйлесеңші, ят қой көршілерден. Ят болса төлеңдер квартираның ақшасын. Адамды әбден ұрыс қақып бітірдіңдер ғой. Әпке сәл жай сөйлесеңші, айттырым ғой енді, күйеуім келсін, сосын төлейді ақшасын. Кеше әбетте беремде өлердегі сөзін айтып, айналайындар, төлей алмайсыңдар ма, босатыңдар квартираны. Әпке сәпкеңді қой. Жұмыс қайда оның? Жұмысына барайын. Білмеймін оның жұмысын. Қайдан табам? Кегенім кеше ғой. Түсініп тұрмын ғой енді, әпке. Ешқайда қашпаймыз, осы жердеміз. Әйтеуір ешқайда қашпайын деген сөз жаттап алғансыңдар. Көрде тұрыңдар, арты жаман болмасын. Менің мінезім өте жаман. Мам, не, далаға шығып келек Абылайхан екеуміз. Қоя тұрыңдаршы, бір бөлмеңе бір. Жығыласпай. Әпке, мен бәрін түсініп тұрмын. Күйеуім келсін, сосын төлеп тастаймыз ғой. Смотри, мен білмеймін сендердің қай жерлеріме ойланатындарыңды. Мен ергіп жүрген жоқпын. Короче, бүгін кешке дейін төлеп құтылсын, түсіндің бе? Түсіндім, әпке. Жақсы. Кетті өзі.
Алло? Бақытжан, ассалаумағалейкум. Мен ғой Руслан. Шүкір, жақсы. Бір өтінішім бар еді. Не ғой, ақша керек болып қойған еді. Көп емес. Жарайды. Жоқ. Жарайды, жақсы. Найман. Бір ретті қарызға ақшаға ден ғой. Соны қайтаршы. Срочно керек болып отыр. Мен саған, сен маған айттың ғой, бір аптада қайтарып берем дедің. Бір апта болған жоқ қой, 2 ай болды ғой. Маған срочно керек болып отыр. Маған қуады екен ғой. Жамбо, андай бір өтінішім бар еді, Жамбо. Қарызға бір ақша бере тұршы. Қарызға ақша бере тұра аласың ба? Жоқ, көп емес. Серік, қарызға ақша берші. Русланым ғой. Танымадың ба не? Қарызға ақша бере тұршы, айлыққа дейін. Жарайды. Бірін-бірімізге бауырмашылығымыз қайда сонда, айтшы, қазақтығымыз қайда, айтшы. Азамат, достық үшін, кел, досым. Аман бол, бар бол, сау бол. Ерге. Алло? Қылшай, қалайсың? Руш, досым. Неге көтермейсіңдер телефонды? Қалаға амал есе жеттің ба? Қалай жағдай? Менде бәрі жақсы. Қасында кім бар? Ауылдасың ба? Ерсін екеуміз. Сол, өткен-кеткенге ығырын шығарып. Пизакта, Тоғайда екшіш алып қойып отырмыз. Қылыш досым, қарызға ақша топ беріңдерші. Қатты қиналып тұр. Не ғой? Бізде ақша жоқ қой, өзің білесің ғой. Қойшыда қандай ақша бұл? Тауып бере алмайсыңдар ма? Рүш, сен қайсы топ кеткен тартайларына сұрасайын. Рус, сен тыңдама. Біз мынау араласпай кеткен, хабарласпай кеткен достардың бәрін марқұм қол жіберіп отырмыз мына жерде. Қылыш досымыз екеуміз. Сен анасында бір хабарласып тұрсың, звондап, іздеп, көтке керек. Қой, қайдағыны айтпай. Д'Артаньян үшін аламыз. Аламыз, марқұм Д'Артаньян үшін алам. Мен алам дейсің, алам ғой. Давай. Руш, алло. Қойыпты. Еге, Құй. Жоқ, бітіп қалды досым. Біткен есе, құйса. Екі алдық қой болды. Барады ғой, құйса. Жоқ дейм, бітті. Ақша жоқ мен алатын. Ақша жоғын есе, ақша бар ғой. Менде бар ақша. Қайда ақша? Бар менде ақша. Кімде? Менде ақша. Ақша керек па, мәш? Бар, ақпел бар. Бәрі ақша ма? Тұр бар ақпел. Дау тұры қоғамыз десейші онда. Қуамыз, ереке. Досың бар да, неғам бар Разговор жоқ досым, азаматсың, азаматсың. Ішке кіргізе беріңдер. Өзім жинап алам. Жарайды. Көзіңе қарап жүрсе, адам жүретін жол екенін көріп тұрсың ғой? Ренжімеш бауырым. Ренжімеген мен тірлік бете ма не? Басыңды көтеріп жүр, ешек құсамай, арба жеккен. Түсінбедің, не? Неге түсінбейсің? Қазақша айтып тұрмын ғой? Арба жеккен ешек құсап деймін. Кім ешеге? Сен ешек.
Бауырым, менің кінәм жоқ қой, бауырым. Ашшы. Өзі о тілден қаңған. Намысыма тиген. Иә, бұл жерде ешкім кінәлі емес. Немесе телефон зарядкеге қойшы. Үйдегілер хабарласу керек. Қазақпыз ғой. Жарайды. Жай істеші. Оң бар ғой. Оны жыдырық тимеді ғой. Аузын бұзып жіберетін еді ғой, Мына жыдырық па? Ұрғанда бүйтіп ұратын ғой. Иә, білем ғой. Қайтып ұратын. Енді бәрін қойып тренировкаға барам. Жүгіруге. Барасың. Не болды сонша? Жай істеші. Қалай екен, а? Не қалай екен? Ештеңе, жатсы бар жабысып. Жындың ой мұна қатын, Бас аяғы жоқ. Қалай екен деген несі? Тұз қиып жіберді ма? Не қойды мұнау? Досым, бұл өмірде бар ғой, дос. Бауыр керек. Сен мен досымсың, бауырымсың. Бірақ бар ғой, сен бағанағың дұрыс болмады ғой, досым. Руся деген, сен қиналып ақша сұрап тұрған кезде ақшаң бола тұрып бермедің ғой, сен, Ят болды ғой. Неше ят болды? Көкем баласы не істеп ақша тапты бекені? Сен білесің ба? Соны уайымдап тұрмын ғой мен. Бана звондағанда дауысы аянышты болып тұрдың. Уайымдасаң, мен той звонда. Тез звонда. Бол. Кетіп жатыр. Уже. Бауырым, ана звондап атқан менің телефоным ғой, беріп жіберші. Отыршы. Кім екен көрші? Бауырым қазақпыз ғой. Үйде қатын балашаға бар дегендей уайымдайды ғой. 5 минутқа берші, алло деп олайын. Жарайды. Досымы, біз ақша таптық. Бүкіл ауылды шарлап іздеп таптық қой сен үшін. Руслан Нұрмановқа кім боласың? Мен ғой Қылышбегі. Не болды, табан астынан танымай қалдың ба? Бұл полиция қызметкері аға лейтенант Сәрсен. Мен саған түсқауым ба не? Білмеймін ғой. Тоқтай тұрш, қазір. Сәрсен көкі. İşte жатыр ма біздің братан? Достарың. Кеп сені алып кетсін. Қылыш, қалайсың досым? Дос. Ұзақ әңгіме. Тез жетіңдерші. Аль-Фарабийский ровд центрдегі. Аль-Фарабийский ровды центрдегі дейді. Бол, барамыз, брат, барамыз. Я, тез жетіңдерші. Қалаға кетейік пе, барайықта. Қала, барамыз ба? Көмектесейік. Андай шақырш, драйверім ма, бірден шақырш. Драйвер.